Құрметті Ерлан Жаханұлы, құрметті депутаттар, халықтың денсаулығы еліміздің әл-ауқаты мен дамуының негізгі факторларының бірі. Мемлекет басшысы азаматтар үшін дәрі-дәрмектердің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз етуді мемлекеттік саясаттың басым міндеті екенін атап өтті. Сонымен бірге 24 және 25 жылдары жүргізілген екі аудит дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесінде бірқатар проблемаларды анықтады. Бірінші, отандық фармацевтика саласының нашар дамуы. Қазақстандағы фармацевтикалық нарықтың көлемі 24 жылы 1,2 триллион теңгені құраса, оның 84% шетелдік өнім. 22-24 жылдары медицина ғылымын қаржыландыруға 58 миллиард теңге жұмсалған. Ғылыми жобалар саны аз болса да, денсаулық сақтау министрлігі, ғылым және жоғары білім министрлігінің тарапынан іске асырылатын зерттеулерден хабарсыз. Бұл нақты қажеттіліктерді ескере отырып, ғылыми приоритеттерді уақытылы түзетуге мүмкіндік бермейді. Биомедициналық және клиникалық зерттеулердің реттеуші базасында да кемшіліктер бар. Бірнеше жыл өтсе де, биомедициналық зерттеулерді тіркеу жүйесі мен клиникалық базалар тізілімі әлі де жасалмаған. Осының салдарынан ғылыми зерттеулердің нәтижелілігі өте төмен. Соңғы 10 жылда елімізде небәрі 2 түпнұсқа отандық препарат тіркелген. Олардың біреуі әзірлеуіне 4 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалғанына қарамастан ұлттық дәрі-дәрмек формулярына енгізілмеген. Мемлекет отандық фармацевтиканы дамыту үшін ауқымды көлемде жеңілдіктер мен преференциялар беруде. 22-24 жылдары осы салаға берілген преференциялардың жалпы көлемі 148 миллиард теңгені құрады. Сонымен қатар, бірыңғай дистрибьютор отандық тауар өндірушілердің өнімін 10 жыл бойы сатып алуға кепілдік беретін ұзақ мерзімді шарттар жасайды. Мұндай сатып алу көлемі соңғы 5 жылда 69-дан 112 миллиард теңгеге дейін өсті. Отандық тауар өндірушілерден сатып алудың жалпы көлемінің өсуіне қарамастан, отандық дәрі-дәрмектер ассортименті 968-ден 507-ге дейін, яғни 2 есеге жуық азайды. Басқаша айтқанда, отандық тауар өндірушілер өндірісі жеңіл медициналық бұйымдар шығаруды ұлғайтқанымен, елімізде өндірілетін дәрі-дәрмектер саны қысқаруда. Жұмыс істеп тұрған 200-ден астам отандық тауар өндірушінің 34-і ғана ұзақ мерзімді шарттар түрінде мемлекеттік қолдау шарасын пайдалана алды. Алайда, аталған шарттардың орындалуын бақылау тиісті деңгейде жүргізілмейді. СК Фармация 22-23 жылдары келісім шарттардың жартысынан көбін тексерсе, 24 жылы қолданыстағы 90 келісім шарттың біреуін ғана тексерді. Өндірістің локализациясына және инвестициялық міндеттемелерге мониторинг жүргізілмейді. Бұл талаптарды формальды түрде орындауға және жағдайды теріс пайдалануға мүмкіндік жасайды. Мәселен, 24 жылы Казмедпром серіктестігі мемлекетке 8 миллиард теңгеге 62 миллион медициналық қолғап жеткізген. Бұл қолғаптардың көлемі мен сипаттамалары оның сол кезеңде Таиландтан сатып алған партиясымен сәйкес келеді. Бұл жағдайда шетелдік өнімді отандық өнім ретінде сату тәуекелі байқалады. Осы ретте мемлекет үшін бағалар нарықтық бағамен салыстырғанда 2 есе жоғары. Бұл 5,3 миллиард теңгеге бюджеттік артық шығындарына әкелді. Осындай схемалар импортты алмастыру саясатының мәнін бұрмалап қана қоймай, жалпы мемлекетке тікелей залал келтіреді. Кейбір отандық тауар өндірушілер арзан және нашар тазартылған шикізатты пайдаланады. Бұл тиісті бақылау болмаған жағдайда нарыққа сапасыз өнімдердің түсу ықтималдығын арттырады. Мысалы, Элиас серіктестігінен 3 миллиард теңгеге сатып алынған препараттар қолдануға жарамсыз деп танылып есептен шығарылды. Екінші, дәрілік заттар айналысының және оған баға белгілеуді реттеудің тиімсіздігі. 24 жылғы аудитпен дәрі-дәрмекті нарыққа шығару процедураларының шамадан тыс бюрократияланғаны анықталды. Бірыңғай дистрибьютор жаңа дәрі-дәрмекті сатып алу үшін ол 5 түрлі тізбеге енгізілуі қажет. Осы талаптарды орындау бірнеше жылға созылады. Қолдан жасалған шектеулер салдарынан сатып алудың басым бөлігі бір ғана өнім берушінің қатысуымен өткізіледі. Мұндай жағдай бағаның жоғарылауына әкеледі. 24 жылғы аудит
бағаны реттеу тетігі дәрі-дәрмектердің қолжетімділігіне және олардың бағасының экономикалық негізділігіне ықпал етпейтінін анықтады. Қолданыста болған үстеме бағалар жүйесі нарық үшін шекті бағаларды өндіруші зауыт бағасынан 172%-ке дейін, ал бюджет есебінен сатып алу үшін 35%-ке дейін негізсіз арттыруға мүмкіндік берген. Денсаулық сақтау министрлігі біздің нұсқамаларды орындау шеңберінде баға белгілеу қағидаларына өзгерістер енгізіп, үстеме бағаларының регрессивті шкаласын қайта қарады. Шекті бағаларды өзектендіру бойынша шаралар уақытылы қабылданбағандықтан, бағасы тым жоғары және тым төмен дәрі-дәрмектер позицияларының орын алуына әкелді. Бірыңғай дистрибьютордың топ 15 сатып алынған препаратын алатын болсақ, олар Ресейде 180%-ке дейін төмен бағаға сатылады. Сонымен қатар, шекті бағалардың төмен болуына орай 3 жылда 45 мыңнан астам пациент үшін дәрі-дәрмектердің 98 түрі сатып алынбаған. Үшінші, дәрі-дәрмектердің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету. Дәрілік заттарды сараптаудың, тіркеудің және кейіннен қадағалаудың қолданыстағы тәртібі дәрілік заттардың қолжетімділігін, қауіпсіздігін және сапасын қамтамасыз етпейді. Препараттарды сараптаудың рұқсат етілген нормативі 210 күн болғанына қарамастан, 24 жылы сараптаудың орташа мерзімі 334 күнге созылған. Кейбір жағдайларда сараптама ұзақтылығы 2,5 жылға дейін жетеді. 24 жылы қауіпсіздігі бағалануы тиіс шамамен 3000 бірлік өнімнің жартысына ғана сынақ жүргізілген. 1495 өнім бойынша үлгілер ұсынылмаған. Тиісінше қауіпсіздігі бағаланбаған. Бұл ретте фарм бақылау комитеті